Yeah! Huh? Huh? Біздің бүгінгі тақырыбымыз жарыққа кіріспе. Жарық бізге айналадағының бәрін көруге мүмкіндік беретін энергияның түрі. Жердегі негізгі жарық көзі күн. Өсімдіктер өз асын күн сәулесінің көмегімен дайындайды. Кейбір басқа нәрселерде жарық шығарады. Олар жарық көздері деп аталады. Мысалы, шам, шырағдан, майшам және тағы басқалары жарық көздері болып табылады. Өздігіне жарқырамайтын нәрселер де бар. Оларды жарық шығармайтын заттар дейді. Мысалы, үстел, мата, сөмке, ыдыс-аяқ және тағы басқалары жарық шығармайды. Жарық шығармайтын заттардың әдетте екі түрі бар. Мөлдір және мөлдір емес. Мөлдір заттар өзіне түскен жарықты өткізеді. Мысалы, шыны, су, тағы басқалары. Ал мөлдір емес заттар жарықты өткізбейді. Мысалы, ағаш, тас, тағы басқалары.